Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Алия, Мерей, және де біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыз сіздерге өте қатты ұнайтын видео болмақ. Сіздердің сүйікті рубрикаларымыз үлкен көлемде, үлкен размерде тамақтарды дайындау. Өздеріңіз көрген шығарсыз, біз алдыңғы бөлімдерінде донер, гамбургер және де пицца жасаған болатынбыз. Ал бүгін сіздердің көп сұрауларыңыз бойынша суши жасайтын боламыз. Осы рубрика бойынша соңғы видеоның астында сіздердің көбісіңіз үлкен суши дайындаңыздаршы деп жазған болатынсыздар. Біз барлығын оқып отырмыз. Және де бүгін сіздермен бірге біз өте үлкен көлемде суши дайындайтын боламыз. Бағана екеуміз барлық керекті заттардың барын алып келген болатынбыз. Қазір сіздерге таныстыра кететін боламыз және де үлкен сушимізді жасаймыз. Бұл рубрика сіздерге өте қатты ұнайды, сондықтан да сіздерден барынша поддержка күтеміз. Лайктарыңызды басып, комментарияға пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Тағы да келесі видеода қандай тамақ жасайық, комментарияда жазып кетіңіздер. Ал енді біз қазір үлкен сушимізді жасайық. Қазір біздің үлкен сушимізді жасауға керек заттардың барлығын көрсете кететін боламыз. Ең бастысы ол бізде нори қажет болады. Бізде осындай морская капуста, нори. Бұны қазір бір-біріне біріктіріп үлкен жасауға тырысамыз. Одан кейін бізде әрине ол рис, қияр және де творожный сыр қажет болады. Өздеріңіз ингредиенттерден көріп отырған шығарсыздар. Біз қазір классикалық суши жасайтын боламыз. Сіздермен салыстыру үшін бірінші обычный роллы дайындайтын боламыз. Яғни обычный кішігірім ғана осындай кішкентай суши дайындаймыз. И одан кейін барып үлкен сушидің өзін де дайындайтын боламыз. Ең алдымен күрішімізді қайнататын боламыз. Қазір бізге осындай күріш қажет болады. Нақты қанша мөлшерде керек екенін білмейміз, сондықтан да біз енді кішкене көптеу қылып жасаймыз. Себебі кішкентай роллыға да және де үлкен роллыға да қажетті күріш қажет болады бізге. Ал енді күрішімізді жуамыз. Жақсылап 2-3 мәрте жуу керек. Ал енді күрішіміздің барлығын жуып алғаннан кейін су құямыз. Мен қазір 2 стакан су құямын. Және де мынау күрішімізді қайнатамыз. Все, достар, бізде күрішіміз дайын болды. Вот осындай сухой күріш шықты. Қазір енді суытуға қоямыз. Және де ары қарай уже сушимізді дайындап бастауға болады. Біздің рисіміз дайын болды. Өте күшті рис шықты. Мен дайындадым. Маша піскен полный. Тұз қосылмаған. Кетші бар. Бізге, оказывается, творожный сыр керек емес екен, но біз бәрі қосамыз, кейбір сушиларда қосады. Ал қазір болса біз уже дайындап бастаймыз. Біз нориді ашып, и огурцымызды дайындап жуып, негізі кесіп қою керек. Мерей. Давайте мына ішін ашып қойып, әдекеміз қорып тұрмыз. Мына жақта, короче, нори емес, морская капуста деп жазып тұр. Вот. Астырып көр. Молодец, деп ойлаймыз. Біз екеуміз жақсы көреміз нориді осындай. Кимпап достар. Былай жасайсыздар, кимпап. Маған же турасындай болады. Типа ұшып болу керек. Нәрсеге қосайын деп. Смотрите. Біз әшін жеген жақсы көреміз, енді болсын. Бірінші сол заттарымызды барлығын дайындап алайық, одан кейін барып уже осындай бір затпен сушиміздің өзін дайындап бастаймыз. Қазір Мерей қиярларды турап дайындай береді, ал мен болсам сушидің өзін дайындау керек затын дайындайтын боламын. Короче, бізге осындай нәрсе қажет болады. Пищевой пленкамен жабу керек. Қайттан ұмытып кеттік алуды. Сол себепті енді пакетпен бірге жасап көретін боламыз. Біз дейтін осы видеоның арқасында көптеген тағамдардың үлкен размерімен дәмдерін көріп жатырмыз. Бұл біздің қолымыздан барлығына келеді екен, оказывается, достар. Сіздер қандай сушиді ұнатасыздар, соны комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің сүйікті сушиларыңыз қандай? Негізі сушидің дайындалуы өте оңай. Сіздер өз қолдарыңызбен барлығын жасаңыздар болады. Кстати, менің сүйікті суши Мерейдің де ол жареный суши. Мына бізде кішкентай сушиға, кішкентай емес, обычный сушиға негізі ғана осындай лист арқылы жасалады. Мінекей мен қиярларды турап қойдым. Өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар, қай размерге қай қияр екенін. Мына тұрғандар бізде үлкен размердегі сушиға, қараңыздар, өте үлкен қылып осылай тураған болатынмын. Ал мына бізде кішкентай, яғни өзінің нормасындағы размерге осылай кішкентай. Қазір біз осылай нориді барлығын қойып,
дайындайтын боламыз. Бізге және де осындай су қажет болады обычный, жабыстырып сөйткенге. Қағаз бастаймыз ба? Рис керек. Ең алдымен бізге рис керек болады. Оны біз қазір мына жерге қоямыз. Қай қарай орайсың? Бай жарт. Кете ма? Біз деген өте көп рис жасадық. Барлығына жетеді. Үлкен сушимызға да, кішкентай сушиға да. Осындай челленджер, кукингтер түсіреміз деп сіздерге кәдімгідей повар болып жатырмыз. Жасамаған затымызды жасап көріп бәрін. Енді біз қазір осындай қиярларымызды қоятын боламыз ортасына. Мінекей біз жартысына күріштердің барлығын осылай қойып шықтық. Қазір енді қиярдарымызды қоятын боламыз. Енді бізге творожный сыр керек болады. Пәде бұны андай қылып пакетикке салып қойыпты елдер. Біз деген қолмен ұра береміз. Біз әлі тек қана кішкентай роллы жасап жатырмыз, если что. Қазір үлкен жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін. Және де біздің үлкен сушимізді көресіздер. Қазір бірінші бұл андай не ғой, жай эксперимент сияқты болып жатыр. Біз дайындап көріп, нормально шыға ма, соны тексеріп аламыз кішкентай ғана роллымен. Бізде болды, осылай болып шықты. Қазір енді самый важный момент ол бізде роллдың өзін айналдыру и нормально болып шығу керек негізі. О май гад. Бұл кішкентайынан қорқып тұрмыз. Қазір үлкенін аударғанда қалай болады екен? Айналдырамыз тағы. Тағын сулап жіберу керек, жабысу үшін. Осындай болып шықты достар. Ал біз қазір дасқа алып келдік. Қоямыз. Дайын болған кішкентай ғана сушимізді турап көрейік. Бұл әшін басы жесал керек. Может, сулап жүру керек. Біздің сушаларымыз осындай болып шығып жатыр. Қараңыздар, біздің әп-әдемі сушаларымыз қандай. Машин суши. Енді біз үлкенін жасайтын боламыз. Ең үлкен размердегі сушиді. Біздің кішкентай роллыларымыз енді осындай болды. Дәмдері негізі нормально. Тәтті негізі. Біз енді үлкенін жасауға кірісеміз. Ал енді үлкен суши дайындау үшін мынағыдай бір ғана лист емес, бірнешеу керек болады. Біз 2 лист осындай нолиді алдық. Енді бір-біріне жабыстыру керекпіз. Жабыстыру үшін суды қолданайық деп жатырмыз. Типа клейма. Бізде қазір барлық осы тұрған ристі қосатын боламыз. Үлкен суши сосын қалай жейміз? Бізде рис бітті. Достар, вот рис бітті. Тек қана бізде қазір бір осындай ас қасық қалды. Енді біз қиярларымызды қоямыз. Мынандай үлкен қиярлар. Баға мере қалай істейміз? Как будто біз бәрін сиырға беретін сияқты. Сиырын тамақ сияқты біз. Болды, кажется. О май гад, енді орау керек. Творожный сыр қосу керек қазір. Болды крем көрпін мағазыншы. Достар, ең қиын моментке келдік. Ол бізде үлкен сушиді дайындау, яғни орауы. Жағалап бару керек қой. Біраз кетті. Болған сияқты достар. Қолын кіріп қалды. Все, бізде дайын. Үлкен суши. Қараңыздар қандай суши болып шыққанын. Ну, конечно, бізде енді андай слишком мега нандай суши дайындай алмаймыз. Қазір ішіне қоямыз. Бұны ауыр қояйшы. Ал ендеше біздің сушиді қазір турайтын боламыз. Біз қазір мега сушимізді екінші бөлшегін турайтын боламыз. Давайте, қазір біз өзіміздің тарелкамызға қоямыз. Мынадан көрдіңіздер бағана, мына жақта 5 тұр, и біз 3 жеп қойдық. Көп жеп қойдық қой. Мінекей сушиларымыз. Енді үлкендерін қоямыз. Үлкендердің алудың өзі қорқынышты. Вау, қараңыздар қандай күшті.
Ал біз салыстыру үшін барлығын бір тарелкаға қойған болатынбыз. Және өздеріңіз де көріп тұрсыздар, қайсы бізде үлкен, қайсы кішкентай. Посмотрите. Біздің обычный сушиларымыз осындай ғана болып шықты. Ал мынау үлкен мега сушиларымыз біздің мынандай болып шықты. Біздің ойымызша өте жақсы шыққан сияқты. Ал енді өзіміздің жасаған сушиларымыздан ауысатын боламыз. Жеген кезде енді қызық болады мынандай үлкен сушиді. Біз деген қазір осындай сушидің палочкаларын тауып алдық. Қазір енді осы арқылы біз қазір сушиларымызды жасайтын боламыз. Конечно, біздің кішкентай сушиларымызды open істейміз. Вот. Екеуі біздің дайын сушилар. Болмайды. Yok olmaydı. Болмайды достар. Кішкентайдың бәрін көреміз. Көтерсем разваливаться ететін сияқты, я. О, мен көтер. Достар. Көрдім. Сөйтіп звайық. Мынау үлкенді жеу өте қиын екен. Потому что бір жағын жесең, только күрішін ғана жейсің. Мынау кішкентай суши. Өте ыңғайлы. Кең ойыңыз. Өте сухой. Ваня Прада. Я газ. Так, вот все. Не буду. Стой жеш. Екеуінің раздасы. Осымен біздің сушиімізді видеода аяқталды. Сіздерге бұл видео қызықты болды деп ойлаймыз. Ұнаса міндетті түрде лайктарыңызды баса кетіңіздер. Және де өз пікіріңізді комментарийларға қалдырып кетіңіздер. Тағы да қандай үлкен размерді тағам жасайық, соны жазып кетіңіздер міндетті түрде. Бізбен бірге болу үшін арнамызға тіркелу батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Және де келесі видеода жолыққанша. Сіздермен болған біз Алия, Мерей. келесі видео жолыққанша. Пока-пока.